Сәлем, құрметті достар. Сіздермен бірге Венерахан, бұл психология каналы. Бүгінгі видеода сіздердің сұрауларыңыз бойынша медитация дегеніміз не және медитацияның пайдасы туралы айтамын. Лайк басып, комментарий жазып, және каналыма тіркеліп кетіңдер достар. Медитация адамның өзінің ішкі әлеміне қалтқысыз үңілуін, барлық рухани назарын жан дүниесіне бағыттауын, сананың өзіндік мазмұнға терең батуын білдіретін ұғым. Медитация кезінде сананың күйі өзгереді. Оған кәдімгі тәжірибеде кездеспейтін аян беру, көріпкелдік секілді өзгеше сезімдік күйлерді бастан кешіру тән. Медитацияның мақсаты нирванаға жету, яғни бұл өмірде құмарлық пен талпыныстан арылу. Қазіргі қоғамда медитациялар бұл өмірден толып кету үшін емес, психосоматикалық ауруларды емдеуде, ішкі рухани әлемді тазартып, қалыпты тепе-теңдікке келтіру мақсатында пайдаланылады. Медитация ол өмірімізді жақсартуға септігін тигізетін жақсы әдістің бірі. Ол рухты көтеруге, жүйкені тыныштандыруға, тіпті мансап жолында өсуге көмектеседі. Видеоны жалғастырмас бұрын достар, каналымызға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Видеоны жалғастырамыз. Медитацияны бастау үшін бірнеше себеп бар. Ұйқыны жақсартады. Ұйықтар алдында медитация жасаңыз, ағзаны ұйқыға демалуға дайындайсыз. Күйзелістен арылтады. Әдетте күйзелістен құтылу үшін дәрігерлер сан түрлі қымбат дәрі-дәрмек жазып береді, ал медитация біріншіден тегін, екіншіден пайдалы. Сенімділік ұялатады. Өзіне сенбейтін, өзін бағаламайтын жандар медитация жасау арқылы өзгереді. Себебі оның көмегімен қорқыныш, абыржу, стресстен құтыласыз. Ал ол өз алдына өзіне деген сенімділікті көбейтуге септігін тигізеді. Кері жағымсыз мінез кеселдерден құтылып, жақсы өз қалаған мінездерді қалыптастырасыз. Жүрек ауруларын алдын алады. Соңғы зерттеулер нәтижесі бойынша медитация жүрек ауруын, инсульт, жүрек ауруын, өлім қаупін 50%-ға азайтады. Күніне 15-20 минут жасалған медитация жүрек саулығын 47%-ға жоғарылатады. Демек, өміріңізде ұзарады. Медитация мансап пен кәсіби деңгейге игі әсер етеді. Google, General Mills, Target сияқты компанияларда медитациямен үздіксіз айналысады екен. Жүрек пен сана ақылы бір үйлесімде болады. Медитация бірден өз нәтижесін көрсететін, күтпеңіз, сабырлы болыңыз. Кез келген нәрсе уақытты талап етеді. Ақпарат пайдалы болды деген ойдамын достар.